Бір ауылдың балаларын тиеп алып таң азанымен таситын микроавтобус көп қазір. Әрбір жекеменшік балабақшаның осындай өз көлігі бар. Қосшыда кішкентайларды отырғызып алған сондай бір минивэн апатқа ұшырады. Анық-қанығын әріптесім біледі. Бүгін Қосшы қаласында таңғы сағат 7-лер шамасында қоғамдық көлікпен бүлдіршіндер мінген микроавтобус соқтығысып қалған. Салдарынан балабақшаға беттеген балалар толы темір тұлпар дәл осы аялдамаға кеп соққан. Дәл қазір мұнда жауапты қызметкерлер оқиға орнын ретке келтіріп жатыр. Куәгерлердің сөзінше жол бойында бүлдіршіндерді күтіп тұрған микроавтобусты қоғамдық көлік келіп соққан көрінеді. Оқыс оқиғадан екі темір тұлпардың да әйнектері шытынап сынған. Оқиға таңда болса да көлік аялдама айналасында әлі күнге дейін тұрғанын байқадық. Бөбекжайға бара жатқан балақайларға жедел жәрдем көмекке келген. Салонда 10 бала болған. Соның 5-еуі жарақат алыпты. Жапа шеккендердің қатарында кішкентайлардың қауіпсіздігіне жауапты балабақша қызметкері де бар екен. Қазір бір жеткіншек жансақтау бөлімінде жатыр екен. Бүгін жол оқиғасынан 5 бала түсті, жастары 3-тен 6-ға дейін. Жаңа түскен балалардың 5-еуінде де бас жарақаттары бар. Бір баланың бұғанағы сынған, тағы бір қыз баланың 4 жастағы жаңа жамбас сүйегі сынған. Жағдайы тұрақты, ауыр. Бар балалар толыққанды зерттеу өткізілді, емдерін алып жатыр. Бүгінгі оқиғаны естіген ата-аналарда маза жоқ. Өзім енді бейберекет қарамадым, себебі менде балаларым балабақшаға барып жүреді. Осындай тасымалдайтын кішігірім көліктермен, развоз мини автобустармен. Олар өте қауіпті, себебі бір автокөліктің ішінде өте көп балалар отырады. 20 шақты баладан көп. А ол 20 шақты балаға белгіленбеген ол машина. Ол жерде кем дегенде 16-15 орындық машиналар, кейбір балалар мысалы алдында отырады. Бүлдіршіндер мінген микроавтобус дәл осы балабақшаға тиесілі екенін анықтадық. Оқиғаның мән-жайын білу үшін бөбекжайға түсірілім топпен келіп едік, бірақ өкінішке қарай мұндағылар түсініктеме беру былай тұрсын, есікті тарс жауып алған, мүлдем ашпайды. Ал құрылтайшысына қоңырау шалып едік, жауап беруден бас тартты. Жарақат алған балақайлар мен көлік жүргізушісі туралы ақпарат беруден бас тартқан басшыға қала әкімінің баспасөз хатшысы да қоңырау шалды. Бір қызығы, біз хабарласқанда телефон тұтқасын көтермеген директор әкімдік қызметкеріне әп-сәтте жауап беріпті. Құрылтайшының айтуына қарағанда, бұл кісінің бұл жол көлік оқиғасына бұл кісілердің жаңағы автокөліктерін тасымалдап жүрген жүргізушінің ешқандай кінәсі жоқ. Менің жеке телефоным, мен ешқандай ақпарат бере алмаймын деп тұр ғой. Енді полиция бұл мәселені қарап жатыр дейді. Алдын ала мәлімет бойынша деп бұл кісінің айтуы бойынша жаңағы ДТП-ға, жаңағы жол көлік оқиғасына екінші тарап кінәлі дейді. Ал қоғамдық көлікке жауапты автобус паркі маманының сөзінше апатқа жүргізушінің ара қашықтықты сақтай алмауы себеп дейді. Қатты соққыдан микроавтобус аялдамаға соғылды. Апаттың салдарынан 7 бала мен 1 әйел жарақат алды. Олар жедел жәрдем келген соң ауруханаға жеткізілді. Автобус жүргізушісі автопаркте 2 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді және жолаушылар көлігінде 11 жылдық тәжірибесі бар. Аталған жол апатын Ақмола облыстық полиция департаменті дереу назарға алыпты. Қосшы қаласының аумағында балаларды тасымалдайтын шағын автобус пен маршруттық автобустың қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Оқиға салдарынан 7 бала медициналық көмекке жүгінді. Қазіргі уақытта апаттың мән-жайын анықтау және кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту үшін барлық қажетті іс-шаралар жүргізілуде. Қорыта айтсақ, қосшылық ата-аналар балаларын балабақшаға апаратын көліктің ескіргенін және талапқа сай келмейтінін айтып шағымданды. Бөбекжайға тиесілі деген атағы болмаса, уақытша жалданып жұмыс істейтін микроавтобустарды жаңа темір тұлпарға ауыстыру керек деген ұсыныстарын білдірді. Рамазан Палмағанбет, Жандос Манашев, Еуразия бірінші арнасы.